Не үшін жуды пышақты? Мен оны нақты білмеймін. Қараңғы болды ма ол жер? Иә, себебі машинаның бұрышы болатын. Ол кезде уже түн батып кеткен. Сіз машинаның қай жағында, автокөліктің қай жағында тұрдыңыздар? Машинаның арты болу керек, себебі капоттың үстіне қойған болатын дизелді. Жақсы келді, қалай арты болады? Қазір ғана айтып тұрсыз ғой, капотындағы дизиді алып сол жерде жудым деп. Енді мен нақты білмеймін, машина қалай тұрғанын мен есімде жоқ. Машина қалай тұрғанын сұрап тұрған жоқпын. Сіздер машинаның қай жағында тұрдыңыздар деп сізге сұрақ қойып тұрмын. Біз машинаның шетінде тұрдық, бірақ оң жағыма, сол жағыма есімде жоқ. Жақсы, одан кейін ол пышақты кім қайда жіберді? Одан кейін біз ол жерден көтеріліп Рысқұлов ауылына қаратай шықтық қой деймін, себебі сол жаққа қарай тартылыңдар деп біреулер бір-бірімен сөйлесіп жатқан, Нұрқиясқа біреу звондады ғой деймін. Артымыздан келе беріңдер деді ма, сондай әңгіме болды. Сол кезде жолдан бір жерге тоқтап, Шыңғыс деген бала машинадан жаңағы мылтықты, жаңағы пышақты алып түседі.